Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Нұрмат қымбат. Бүгін біз зат есімнің түрленуін өтетін боламыз. Біздің сабақ жоспарымыз ол зат есім және оның грамматикалық категориялары, көптік жалғаулары, тәуелдік жалғаулары, септік жалғаулары, жіктік жалғаулары және зат есім, жіктелу үлгілері, жұрнақтар арқылы түрленуі, жалғану мен жұрнақты айыру, ортақ дербес және күрделі түрлену, қорытынду және бекіту сұрақтары. Зат есім және оның түрленуі. Зат есім заттың, ұғымның, құбылыстың атын білдіретін сөз табы. Оның түрленуі сөздің жалғаулар мен жұрнақтар арқылы грамматикалық мағынаға өзгертуі. Зат есімнің басты грамматикалық категориялары көптік, тәуелдік, септік, жіктік. Зат есімнің басты грамматикалық категориялары көптік категориясы жалқы заттың бірнешеу екенін білдіреді. Негізі көрсеткіші көптік жалғаулар лер, дар, дер, тар, тер. Тәуелдік категориясы заттың біреуге меншікті білдіреді, яғни жекеше, көпше түрде үш жақта бойынша түрленеді. Септік категориясы заттың сөйлемдегі басқа сөздермен байланысын көрсетеді. Жеті септік жалғау арқылы беріледі. Жіктік формасы зат есімнің жіктік жалғау қабылдап сөйлемде баяндауыш болуы, жіктелу есімдердің сөйлемдік қызметте түрленуі. Көптік жалғаулы. Көптік жалғаулары негізгі тұлғалар жаңа айтқандай лар, лер, дар, дер, тар, тер. Алдыңғы дыбысқа қарай жуан жіңішке үнді қатаң үндестігімен таңдалды. Мысалы, кітаптар, үйлер, ағаштар, достар. Қолдану ерекшеліктері сан есіммен қатар келгенде көбіне жалғау қойылмайды. Үш кітап. Жалпылық, жинақтық мән біреу үшін де қолданылады. Жастар, қазақтар. Кейде мағыналық көптік контекстен көрінеді, жалғаусыз да болуы мүмкін. Тәуелдік жалғауы жалпы сипаттамасы бірінші жақ жекеше үйім, елім, сөзім. Екінші жақ жекеше және де үйің, досың, кітабың. Үшінші жақ және де с. Үйі, кітабы, даусы. Бірінші жақ көпше ымыз, іміз, мыз, міз, үйіміз, қаламыз. Ал екінші жақ көпше ларың, лерің, дарың, дерің, үйлерің, кітаптарың. Орфоэпиялық өзгеріс дауысты дауыссыз орналасқанда дыбыс түсуі не қосылуы мүмкін. Тәуелдік пен көптік кезегі түбір плюс тәуелдік плюс көптік не керісінше мағынасына қарай. Морфологиялық рөлі меншік, қатыстылық, жақтық мағынаны айқын көрсетеді. Септік жалғаулары жеті септік бар: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Септіктері бар, яғни жеті септік бар. Атау септік дегеніміз ол кім не деген сұраққа жауап береді, бастауыш қызметін атқарады. Ілік септік дегеніміз ол ның, дың, тың, тәуелдікпен байланыс жасайды, менің үйім. Бар септігі ғаге, қаке, на, не, бағыт, мақсат мағынасын білдіреді. Табыс септік на, д, т, на толықтауышты көрсетеді. Жатыс септік ол даде, тате, орын, мекенді білдіреді. Шығыс септік ол дан, ден, тан, тен, нан, нен, бастау, шығу, себеп мағыналарын береді. Көмектес септік мен, бен, пен, серік, құрал мағынасын білдіреді. Септік пен сөйлем мүшесі әр септік белгілі бір сөйлем мүшелерін жасауға бейім. Зат есім және жіктік жалғаулары. Зат есімнің жіктелуі зат есім жіктік жалғау қабылдап баяндаушы қызметін атқарады. Мысалы, мен мұғаліммін, сен оқушысың, ол дәрігер. Жіктік жалғауы арқылы жоқ, жіктік жалғауы арқылы жақ, көптік, шақтың реңк байқалады. Жіктік тұлғалары ерекшеліктері бірінші жақ мін, бын, пін, бін, пін. Ал екінші жақ сың, үшінші жақ нөлдік. Көпше түрде мыз, міз, сыңдар, сіңдер, нөлдік. Есім баяндаушымен келгенде етістің орнына жүреді. Жұрнақ арқылы түрленуі сөз дұрыс жұрнақтар. Зат есімге жалғанып жаңа зат есім, жаңа яғни сөз тудырады. Лық, қана. Кітап, кітапханашы. Дос, достық, өнер, өнерпаз. Сөз түрлендіргіш жұрнақтар мағыналық реңк береді. Сөз табын өзгертпеуі мүмкін. Кіші, үлкейту, еркелету. Менсінбеу реңктері қай, шай, сымақ. Жұрнақ пен жалғауды айыру. Жұрнақ ол жаңа сөз жасайды, сөздікте бөлек мағыналық бірлік береді. Ал жалғау тек грамматикалық форма сөз мағынасын өзгертпейді. Зат есімнің күрделі түрлері. Формалар негізгісі түбірге жұрнақ және көптік жалғауы, тәуелдік жалғауы, одан кейін септік жалғауы жалғанады. Үйлерімде, кітаптарымыздан. Мағыналық нақтылау әр
формема қосымша мағына үстейді. Нәтижесінде заттың саны, есі, орны, қатынасы айқындалады. Сөйлемдегі рөлі түрленген зат есім түрлі сөйлем мүшесі бола алады. Байланыстырып тұрған негізгі құрал септік, тәуелдік, жіктік тұлғалары. Бізде енді бекіту сұрақтары: зат есімнің қандай грамматикалық категориялары бар? Көптік, тәуелдік, септік, жіктік категорияларын атап кетсек болады. Екінші, көптік жалғаулар қандай жағдайда қолданылмайды? Көптік жалғаулары дегеніміз жаңағы тартер, мысалы сүт дегеніміз ол өте ұсақ нәрсе, значит біз оны санай алмаймыз, сондықтан біз оған сүттер деп жалғай алмаймыз. Мысалы кітап болса, біз оны кітаптар деп жалғай аламыз. Тәуелдік жалғау мен ілік септігі қалай байланысады? Мысалдар: менің үйім, біздің мектебіміз сияқты тіркестер арқылы жалғанады. Септік жалғаулар сөйлем мүшесін анықтауда қалай көмектеседі? Әр септікте, яғни мысалы негізі анықтауыш септігі ілік септіктің сұрақтарына жауап береді. Кімнің, ненің деген сияқты. Яғни сөйлемде если сол ілік септіктің жалғаулары тұратын болса, нің дейтін бір сөздер тұратын болса, значит ол біз анықтауыш деп таба аламыз. Жұрнақ пен жалғаудың айырмашылығы: жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ дегеніміз жұрнақ пен жалғау негізі екеуі де көмекші болып келеді. Жұрнақтың үстін біз сызған кезде 3 бұрышты қылып сызамыз, ал жалғаудікін біз 4 бұрышты қылып сызамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.